Ассалаумалейкум, құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы күн. Бізде қазір кішкене ремонт болып отыр. Ана ит жандарын түгел істеп шығады. Сіздерге кішігірім видео көрсетіп жіберейін деп жатыр тауықтарымда. Так, мен канализацияның қасына 4 тал егіп қойдым, 4 жағына суын сорсын. Так. Балапандар шашып тұтты. Так. Енді бүгін ана шаруаны бітіріп жатсақ, қораның ішін тазалаймыз, қитып тұрып. Так, мына балапандар сатам ба деп тұрып. 1 айлық балапандар, светлый брама балапандары. Мынау менің қаздарым. Бұл қаздар сатылмайды, өзім асыраймын. Так, сосын мұнда сатылатын атеш бар. Так, мына австралиялық породасы сатылады. Мінеки атеші. Мына тауықтар жұмыртқа туып тұрған жоқ. Тауықтарымыз сол себепті бұлайынан суын құйып, уже бітір. Так, бір шелек біріне кеше езіп қойған жемді салдым. Жесе осыны жейді, суды ішеді. Бұларды пока енді мана көкке бір жайып алдым. Енді көкке шықпайды. Жұмыртқа туғанша осының ішінде қамауда тұрады осылар. Міне салынып тұр жемі, суы салынып тұр. Осының ішінде енді до конца тұрады. Жұмыртқа туғаннан кейін барып далаға шығарып жаятын боламыз. Соған кейін осының ішінде тұрады. Мінекей, мынау сатылатын 5000 теңгеден. Мына атеш 7000 теңге. Бірақ бұл атеш сатылмайды пока. Мынаны сатып жатырмын. 2 тауыққа ауыстыруға болады. Несушка, ламан браун дейтіндер. Ондай тауықтар қажет жоқ. Кәдімгідей домашний 2 тауыққа ауыстыруға болады. Или болмаса брамаға ауыстыруға болады домашний. Любой тауықтарға ауыстырады, бірақ та манағыдай несушкаға ауыстыра алмаймын. Көп айтып жатыр, мынандай несушкалар бар. Ламан браун бар, легорн бар, оларға ауыстырмаймын. Олар ертең өліп қалады. Мыналар үстіне мінетін болса өліп қалады. Сол себепті осындай үй тауықтарына және де брама тауықтарына ауыстырамыз. Сол, короче. Енді біреулер жазып жатыр комментарияға. Пародаға көшейш деп, мені бұрынғы көрермендер жазып жатыр. Бұрын мені парод ұстадым ғой. Пародаға көшейш, парод ұсташиш деп жатыр. Енді өзіңіз білсе, қазір қаражат мәселесі кішкене болмай жатыр. Үйді ремонттап жатырмыз. Сол себепті тауық ала алмай жатырмын. Аламандығын берсе алатын болам тауықтарды. Сол мынаны сату керек болып тұр. Мынаны сатсам, сол ойлаптым, мынаны 20 мыңға сатам. Бір балапаны 2000-нан сатсам, сосын енді бір пород істе алам ба деп ойлап едім. Көреміз, енді ала берсе, барын Аллах біледі. Қалай болады, не істейтін барын Аллах біледі. Біздерде просто себепшіміз ғой соған. Всем давайте арнаға тіркеліп, лайк басып, қолдап отқандарыңызға көп рахмет.